Кеше бір үлкен ағамыз жазып қойыпты бір жаңағы пікір. Бабамыз туралы бір Абай туралы жаман сөз жазып қойыпты да. Жаз жерінде Алла тағала тура жолға салғырай ағатайым-ай дедім да. Сен де бір қазағымсың ғой дедім да, енді қайтейін дедім да. Осылай жаз жерінде. Кішкене ойланат шығар деп. Өйткені шыны керек, біз қазаққа жау емеспіз ғой, мен де қазақтың қарадомалық баласымын да. А мына жерге шығып неге әңгіме айтып отыр десең, қалай әңгіме айтпайсың? Қалай әңгіме айтпайсың? Көшеге шығып көрдің бе не болып жатыр көшеде? Сөз иесін табады. Сөз иесін табады. Жақсылыққа шақыру, жамандықтан қайтару біздің асыл міндетіміз. Біз осы жолды өзімізге таңдағанбыз. Бізге адамдарды түзетіп кету маңызды, ағартып кету маңызды бізге. Сен жанбасаң лапылдап, мен жанбасам лапылдап, аспан қалай ашылмақ деп отыр ғой. Енді сен жасамасаң осы жұмысты, мен жасамасам осы жұмысты, кім жасайды енді? Мен түсініп отырмын, Абай Құнанбаев атамызда сол өз кезінде тобықтының арасында өмір сүрген кезде, ол кісінің де басын таспен жарып тепкілеп тастаған тобықтының жастары. Сол кезде Абай атамыз да ренжіген. Ол кезде ренжіген ол кісі. Не деп ренжіген? Арғын Найман жиылса таңырқаған сөзіме дейді. Аузыма қарап отырған дейді Арғын мен Найман. Жиылса таңырқаған сөзіме. Қайран сөзім қор болды ғой мына тобықтының езіне дейді. Өзімнің ет жақыным мені не істеп қойды дейді. Тепкілеп, басым жарып қойды, енді қайтейін дейді. Өз халқым ғой, енді қайтейін деп отыр да. Абай атамыз басқа бір өлеңінде айтады ғой. Баламды мен медресеге біл деп бердім, шен алсын, қызмет қылсын деп бермедім. Өзімде төске шауып басқа өрледім, қазақта қара сөзге дес бермедім. Бірақ сөзіңді ұғарлық еш адам жоқ дейді. Түбінде мен тыныш жүргенді теріс көрмедім дейді. Мына ойымның барлығын дейді, қалам алып қағазға жазып кетейін дейді. Ертең бір халық келіп дейді, кішкене ақыл есі дұрысталатын бір қазағым келсе дейді, алып оқып пайдасын алар дейді. Егер де оқымаса дейді, онда өз сөзім өзіме қалады дейді.